Андроидта WhatsApp переписка немесе басқа да заттың артық фонын қию үшін background eraser деген көкпен тұрғанды көшіріп аласыздар. Потом load a photo дегенді басасыздар да галереядан өзіңізге керекті фотоны әкеп аласыз. Ол жанындағындағы фиолетовый стрелкалар тартып, керекті жерлерін размерін келтіріп аласыздар. Одан кейін астында инструменттер шығады. Даунды басқаннан кейін автоколор дегенге барып, мынау ползунокты ары бері үлкейтсеңіздер, барып тұрған жерді кәдімгідей өте жақсы түрде сіздерге қиып береді. Сосын кейін қолдарыңызбен тартып, керек емес жерге апарасыздар. Сол кезде сізге осылай автоматом қиып беретін болады артын. Яғни переписканы қалдырады, артық фонын удалить етіп тастайды. Save дегенді басасыздар. Сол кезде сіздерге галереяда дәл осылай сақталатын болады. Яғни галереядан қарағанда артық қара осылай PNG файл болып сақталады. Келесі кезек айфондарда. Айфондарда сіздер чаттарыңыздың фонын ауыстырып аласыздар. Яғни арты бір темнылау цвет болып тұру керек. Одан кейін сіздерде телефонның өзінің фоны, яғни экраны, егерде темный, осындай темный болып тұрса, қарасаңыздар, оны светлыйға ауыстырасыздар, дәл осылай белый қылдырып. Кей кезде бұл қиылмай жатады, сондықтан осы жақтан настройкасын істеп аласыздар. Егер сіздерде светлый тұрса, светлыйды тұра берсін. Потом Magic Eraser деген приложениеға барасыз, жаңа қиып алған, скриншот жасалған перепискаңызды осылай тартып әкеліп, төрт бұрышынан осылай ең керекті жерін қиып аласыздар. Готово дегенді басып, Magic Eraserге кіргеннен кейін жаңағы фоныңызды әкелесіз. Потом палочка вращалочка сияқты өзі тұрады. Потом жақындатып, жаңағы артық фонына апарасыз, үстін басасыздар. Сол кезде қиылады. PNG-ні басасыздар. Потом средний немесе высокий качествода сақтап аласыздар галереяңызға. Потом студияға кіріп, сіздер егерде отзыв түрінде әдемілеп опубликовать етем сторизімізға десеңіздер, осылай сториз форматтан да аласыздар PNG файлда, яғни прозрачный фонда. Сөйтіп галереяңыздан image дегенді басып, галереяңызда жаңа қиып алған отзывтыңызды немесе бір переписканы әкеліп қоясыз. Артық фон түсін слой, үстіндегі слойды басып, түс берсеңіздер болады, немесе бір фонда әкеп қойсаңыздар болады, бөлек скачанный файлдың арасынан. Осылай түстерін таңдап аласыздар. Ана жақта ползуноктар тартып отырып, өзіңізге керекті түсті тауып аласыз. Например, мына жерге текст дегенді басып, сіздер любой сөз жаза аласыздар. Мысалға, отзывтарыңызға рахмет, кері байланыстарыңызға рахмет, немесе күнделік осындай сұрақтар маған көптеп келеді деген сияқты. Енді өзіңіздің нишаңызға байланысты. Мына жерге клиенттер өте көп деген сияқты. Яғни сіздің сфераңызда клиенттер өзі іздейді дегенде бір сөз жазайын деп жатырмын. Клиенттер сізді іздейді деп қоясыздар. Потом фонд дегенге барып, download деген жерде қазақ тілді танитын шрифттар өте көп. Менде егерде каналға подписка жасасаңыздар, бұл шрифттар сіздерге тегін беріледі. Яғни бәленбай мың шрифт бар. Өте көп енді выбір. Осылай әкеліп қойып, сіздер ары бері тартып, төбесіне логотиптарыңыз болса логотипін қойып дегенде өстіп демлеп жазып сақтап аласыздар. Сосын кейін сіздер сториздарыңызға оны қоя берсеңіздер болады. Енді өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай. Ал енді ешқандай приложение көшірмей-ақ Google-дың өзінде қиюға болады. Ол үшін көп поискке remove background деп жазасыздар. Бірінші шыққан сайтқа кіресіздер. Астында загрузить изображение деген шығады. Галереяңыздан керекті фотоңызды алып келіп қоясыздар. Бағана скриншот жасалған. Готово деген басқаннан кейін сізге автоматически қиып беретін болады осылай. Потом скачать деген батырманы басып сақтап аласыздар. Болды.